Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мейірхан Меруерт Сабырқызы. Мен Байзақ ауданы Саркемер ауылы Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кестеден тыс көбейту және бөлу, бекіту. Бүгін сен кестеден тыс ауызша көбейтуді және бөлуді орындайтын боласың. Графика дегеніміз бейнелеу өнерінің бір жанры, тырнау, жазу, салу деген мағынаны білдіреді. Суретте қолмен салынатын нобайнұсқа және тағы да басқа жұмыстар. 19 ғасырға дейін графика мен сурет салу түсініктері ажыратылды. Оқулығымыздың 20 бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген өрнектерді есептеген кезде балалардың қалай пайымдағанын тап. Сонда сен Астана қаласының көрнекті жерлерінің атауын білетін боласың. Бірінші суретте 960 бөлінген 8 берілген. Бұл тапсырманы қалай орындаймыз? Бұл жерде біз 960-ты 2 санның қосындысы ретінде алуға болады. Ол 800 және де 160 санының қосындысы ретінде. 800 бен 160 санының қосындысы 8-ге бөлінеді. Екі қосылғышта 8-ге бөлінетін сандар. Жауабы 120-ға тең. Келесі санға назар аударайық. Бұл жерде 840-тың 7-ге бөліндісі. Бұл жерде де 840-ты 2 санның қосындысы ретінде аламыз. 700 бен 140-тың қосылғышы. Қосылғыштар 7-ге бөлінеді. Мәні 120-ға тең. Балалар, келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде бізде 650 бөлінген 5 берілген. Бұл жерде де 650-ді 2 сандың қосындысы ретінде аламыз. Ол 500 бен 150-дің қосындысы. Өрнектің мәні 130-ға тең. Керемет балалар, жарайсыңдар. Енді соңғы суретке назар аударайық. Бұл жерде бізде берілген өрнек 900 бен 6-ның бөліндісі. Бұны 800 бен 600 бен 360-тың бөлінісі ретінде аламыз. Бұл жерде бұл өрнектің мәні 160-қа тең. 20 бет екінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде тапсырмада көбейтудің терімділік және ауыстырымдылық қасиетін пайдалана отырып есепте. Берілген өрнектерге қара. 2 көбейтілген 6, 8 көбейтілген 5. Бұл көбейтінділердің мәнін қалай табамыз? Ол үшін біз әуелі көбейтудің ережелерін есімізге түсіруіміз қажет. Бұл жерде көбейтудің қасиеттерін пайдаланамыз. Әуелі терімділік қасиетін пайдаланып, есепті шығарып көрейік. Ол үшін 2 мен 5-тің көбейтіндісіне 6 мен 8-дің көбейтіндісін көбейтеміз. Орындап көрейік, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше есептің жауабын тексеріп көрейік. Өрнектің мәні дұрыс. Есеп 5, 21 бет. Ерлерге 40 плащ тігу үшін 200 метр мата керек. 60 метр матадан неше плащ тігуге болады? Бұл үшін біз есепті бірден шығара алмаймыз. Ол үшін, балалар, біз не істейміз? Алдыменен есептің шартын құрып аламыз. 200 метр матадан 40 плащ тігілсе, ал 60 метр матадан белгісіз. Сонымен қатар біз есептің шартын кестеге салып шығарсақ болады. Ал балалар, ойланайық, есептің шешуін қалай шығарсақ болады? Жарайсыңдар, балалар, есептің шешуі 200 бен 40-тың бөлінісі 5 метрге тең. Яғни бұл бір плащ тігуге жұмсалған матаның саны. Яғни енді ұзындықтың өлшемі. Ал екінші амал 60-тың 5-ке бөлінісі. Яғни бізге берілген 60 метрден неше плащ тігуге болатынын табу үшін біз бұл жерде матаның ұзындығын бөлеміз. Яғни, балалар, бұл жерде бізге 12 плащ тігуге болады. Біз бұл есептің амалын, балалар, 2 амалмен шығарсақ болады. Жауабы 60 метр матамен 12 плащ тігуге болады. Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша. Сабағымызды қорытындылайық. Балалар, біз бүгін кестеден тыс ауызша көбейту және бөлу алгоритмін үйрендік. Және де кестеден тыс ауызша көбейту және бөлу амалдарына есептер шығардық.
Енді балалар бүгінгі сабақта өздеріңді бағалаңдар. Егер де сендер мен барлық есепті шығара алдым, ешқандай қате болмады десеңдер, онда 3 қардың суретін салыңдар. Ал егер де есептерді шығардым, түсіндім, бірақ менде қателіктер болды десеңдер, онда 2 қардың суретін саламыз. Ал егер де мен есепті өзіңнің жанымдағы сыныптасыңның және де мұғалімнің көмегіне жүгініп шығардым десең, онда 1 қардың суретін сал. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.